Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын булочки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, секер, сұйық май, дрожж, қопсытқыш, уксус, тұз керек болады. Ең алдымен сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Сүтіміз жылы болуы керек. Содан соң үстіне тұз саламыз. Секерімізді, сұйық май, сары май салып, жақсылап араластырамыз. Менде видеода уксус салғаным көрінбей қалыпты. Уксус салып араластырамыз. Уксус 9% уксус. Қаштығымыз салып, жұмыртқамыз салып, араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қопсытқышымыз салып, араластырып аламыз. Содан соң сұйық массамызға салып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді оны жылы жерге жарты сағатқа орап қоямыз. Көтеріліп тұрған қамырымызды тағы да бір рет илеп жібереміз. Содан соң 15-20 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны бөлшектерге бөлеміз. Әрбір бөлшегін 60 граммнан бөліп шықтым. Әркім өзінің қалауларынша формада жасап алсаңыз болады. Ішіне вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Қоспасында яблочный уксус бар болғандықтан қамыры өте жұмсақ, көтеріліп әдемі болып шықты. Протеинімізге жинақтап шығамыз. Үстіне жұмыртқамызды жағып, күнжіт немесе макс етсеңіз болады. 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Басқа да видеоларымды көріп отыру үшін подписация етіп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айнұр.